Баршаңызға сәлем, сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда сәтті шығатын шарлотка бәлішінің рецептімен бөлісемін. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Көріп қана қоймай, ұнаса лайк басып, коммент жазып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер: 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, 3 грамм ванильді қант, шым-шым тұз, 160 грамм ұн, жарты ас қасық ұн қопсытқыш пен 3-4 алма және де малина қажет. 160 грамм ұнға жарты шай қасық ұн қопсытқышты қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Миксермен көпіршік пайда болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін 200 грамм қантты, 3 грамм ванильді қантты қосып жақсылап тұрып көпіршіген ақ масса пайда болғанша араластырамыз. Ванильді қантты қаламасаңыз қоспасаңыз да болады. Егер де жұмыртқа мен қантты жақсылап көпіршіген массаға дейін жақсылап тұрып араластырсаңыз, ұн қопсытқышты қоспасаңыз да болады. Егер де қамырыңыз жарты шай қасық ұн қопсытқышты қоссаңыз артық болмайды. Қамырымыздың дайын болғандығын осылай тексереміз, яғни венчикті көтерген кезде 1 секундта жоқ болып кететін осындай із пайда болу керек. Ұнымызды екіге бөліп саламыз. Венчиксіз, миксерсіз өстіп, лопаткамен жайлап араластырамыз. Көпіршіген массамыз басылып қалмау үшін. Енді оның екінші бөлігін саламыз. Оны да дәл солай венчиксіз, миксерсіз жайлап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды бір шетке қоя тұрайық. Ал енді салмасын дайындайық. Енді алмамызды тазалап аламыз. Осылай артық жерлерін алып тастаймыз. Алманы екіге бөліп, ортасындағы дәнегін алып тастаймыз. Одан кейін алманы әдемілеп бөлікшелерге бөліп тураймыз. Төртбұрыштеп те турасаңыз болады. Мен өстіп турадым. Енді формамызды дайындаймыз. Формамызға пергамент қағазын салып, жақсылап тұрып, сұйық маймен майлап шығамыз. Одан кейін бәлішіміздің бірінші қабатын өстіп, тегістеп саламыз. Жайлап өстіп, тегістеп шығу керек. Бірінші қабатына қамыр саламыз. Бірінші қабатын тегістеп алған соң, алманың бөлікшелерін әдемілеп тұрып саламыз. Алманың жарты бөлігін салып болғаннан кейін қалған қамырымызды салып, бұл қабатты да дәл солай тегістеп әдемілеп шығамыз. Бұл беткі қабатты да әдемілеп тегістеп шығамыз. Беткі қабатты әдемілеп тегістеп болғаннан соң, енді қалған алманы бетіне дәл солай әдемілеп тізіп шығамыз. Бәлішіміздің қамыры біркелкі тарау үшін формамызды қағып қоямыз. Содан кейін әдемі әрі дәмді болу үшін бетіне өстіп малина қойып шықса болады. Енді бәлішімізді алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста 50-60 минут пісіреміз. Піскен кезде осындай дәмді әрі әдемі болып шығады. Оған тосамыз, формадан бірден ажыратуға болмайды. Ал енді міне суды формадан алдық. Осындай дәмді әрі әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.
Ал енді дәмін көрейік. Бір бөлігін кесіп көрдім. Осындай әдемі, дәмді, өзіндік ерекше дәмі бар. Бәліштер сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей, текстурасы осындай. Дәміне келсек, өте нәзік, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Алмадан жасалған бәлішім ұнаса, лайк басып, коммент жазып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Айнұрмен бірге болып, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Көріскенше аман, сау болыңыздар.